Сәлем достар, елдегі туризм дамуына тамшыдай болсын үлес қосып келе жатқан Visit Семеймен әрі Семей Life парақшасымен біз қайда бара жатырмыз? Стоп, біз бірінші аялдайтын жер ол Алматы емес. Ол әрине жарқырап жайнай берші сені Нұр Сұлтан деп аталатын Астанаға келдік. Бұл қала жайлы ештеңе айтып керек жоқ, өйткені бәрі айтып тастаған. Ендеше біз барып сөз ететін ол қандай қала? Түркістан халықаралық әуежайы ашылғанына 1 жыл болса да, Қазақстанның әр өңірінен ғана емес, туристарды тіпті шетелден қабылдап үлгерген. Ең алғаш Flyarstан әуе компаниясы жұмысын бастаған екен. Біз бүгін сол ұшақпен Алаштың астанасының ыстық сәлемін арқалап келдік. Елей бұл шырайлысысы мені бойлаған, мүмкін бұл менің түсі, бірақ ше менің түсі. Меккеде Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет деп жергілікті политиктар, яғни таксилар аэропорттан құшақ жая қарсы алды. Ұлы жібек жолының ортасындағы ең үлкен қала. Бұл жай ғана бір елдің емес, барша түркі халқының астанасы болып, жақында ғана түркі халқының саммитінде бекітілді. Бұл Түркістанның тек бір тарихи бөлігі ғана. Ал енді бір қызық айтайын сіздерге. Ертең мұнай бітсе, елді немен асыраймыз деп кейде ойланатынымыз жасырын емес. Сол сәтте туризм экономикамызды көтеруге үлкен септігін тигізеді деп сенім білдіре аламыз. ТМД елдерінде теңдесі жоқ үлкен сауда шоу орталық іске қосылуға жақын дейді Караван-сарай орталығының сату маманының директоры Кан Челли. Демек, Дубайда Біріккен Араб Әмірліктерінен емес, өзіміздің Қазақстаннан табуға болады деген сөз ғой бұл. Иә, расымен солай болса ғой шіркін. Түркістанға бұл сапардың маңыздылығы ерекше болды. Неге десеңіз, бұл қалада Қожа Ахмет Яссауи өзінің уағызшылдық ілімін таратқан болатын. Және де бұл қалада Хақназархан, Тәуке хан, Абылай хан сынды небір батырлардың сүйегі жатыр. Иә, сол сияқты қарт Семейде де өз заманның заңғар алыптар дүниеге келген. Ақын Шәкәрім, Хәкім Абай, жазушы Мұхтар Әуезов, Алаш Көсем Әлихан Бөкейхан Түркістанды әлемге танытқанда неге Семейді әлемге танытпасқа?